Құрма дәруменге бай жеміс түрі. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам ретінде саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Ал ғалымдар құрманы 2-3 жыл аштықта талғажау етуге болатынын дәлелдеп отыр. Бұл жемістің осы және өзге де пайдасы туралы айта кеткенді жөн көріп отырмын. Біріншісі, құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Екіншісі, фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді. Үшіншісі, ғалымдардың зерттеуі бойынша құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауру кемде-кем кездеседі екен. Төртіншісі, құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады. Сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Бесіншісі, мәйегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса тез жазылады. Алтыншысы, дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді. Жетіншісі, құрма йодқа да бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Сегізіншісі, қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Тоғызыншысы, құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне пайдалы. Оныншысы, құрма құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтаудың алдын алады. Құрмада қызғылт сары пигмент бета-каротин көп кездеседі. Ол аллергияның қозуына әкеледі. 3 жастан асқан балаларға құрма жеуге болады. Дегенмен, оны көп тұтынбау қажет. Өйткені шамадан тыс жеу терінің сары түске боялып, каротинді сары ауруға себеп болады. Дәмі ауыз қуыратын құрманың құрамында танин көп кездеседі. Танин дегеніміз медицинада дәрі үшін, тұрмыста қырғыш ретінде қолданылатын емен және басқа ағаштың қабығынан жасалған ұнтақ. Оның асқазанға әсері қатты. Оның әсерінен ересектердің іші қатса, әлі асқазаны әлсіз балалардың ас қорытуы бәсеңдейді. Сондай-ақ құрманың құрамында қанттың көп болатынын ескеру қажет. Құрмада 100 килокалория бар. Сусамырмен ауыратындар құрмадан түбегейлі бас тарту керек. Толық піспеген құрма асқазанда безердің не қатты тастардың жиналуына әсер етеді. Құрманы жер алдында оның қабығына назар салыңыз. Қара дақтары бар, қабығына зақым келген құрмадан аулақ болған жөн. Өйткені оның сыртында зиянды микробтар болуы мүмкін. Ол іштің өтуіне, жүректің айнуына және ағзаның әлсіреуіне себеп болады. Шамадан тыс тұтынбай, белгілі бір мөлшерде жесеңіз ғана құрманың пайдасын сезінесіз. Оның құрамында көптеген пайдалы микро және макроэлементтер бар. Магний тамырларды босаңсытса, калий ағзадағы артық заттардың шығып, қан қысымының төмендеуіне әсер етеді. Пектиндер болса токсинді заттарды жояды. Оған қоса құрма йодтың таптырмас көзі. Дәрігерлер күніне 2 құрмадан көп жемеуге кеңес береді.